Хош иісі бүкіл үйге тарайтын ерекше нәзік әрі мамық булочканы бірге дайындаймыз. Видео қызық болса, соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге апара қажет болады. Ең әуелі апарамызды дайындап аламыз. Яғни сүтімізді, суымызды, қантты және ашытқыны салып, барлығын бір келкі араластырамыз. Бетін жауып 15 минутқа қалдырып қоямыз. 15 минуттан кейін апарамыз дайын болады. Ішінен бір бүтін жұмыртқа мен бір жұмыртқаның ағын салып жақсылап араластырамыз. Алдын ала илектен өткізіп қойған ұнға мен 2 грамм улучшитель қостым. Егер қаламасаңыздар, ол өз еркелеріңізде қоспай қоюларыңызға да болады. Тұзымызды салып, жәнегі смесімізге ұнымызды үстіне құйып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың басы бірге бастаған кезде бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Қамырымыз өте жұмсақ болады. Соның арқасында булочкалар да ерекше нәзік болып, жұмсақтығын 2-3 күнге дейін сақтайды. Булочкаларды әрқайсысын 125 граммнан бөліп аламыз. Үйге жасайтын болсаңыздар, кішірек қылып жасауға болады. Мен сатылымға дайындағандықтан сәл үлкендеу қылып жасаймын. Бөлінген қамырларды шарик жасап, тағы да 15 минутқа қалдырамыз. Осы уақыттан кейін қамырларымыз әдемі болып көтеріліп шығады. Барлығын жайып видеодағыдай форма береміз. Қалаған пішінде жасауға болады. Ішіне кез келген салманы салуға болады. Мен творог пен шоколадты қостым. Сонымен қатар мак, конфитюр, варенье, сгущенка немесе нутелла қоссаңыздар да болады. Қай салманы таңдасаңыз да қамырыңыздың дәмі ерекше болып қала береді. Булочкаға форма жасап, салмасын салып болғаннан кейін тағы да 25-30 минутқа бетін жауып қоямыз. Булочка 2-3 есе көтерілу қажет. Көтерілген булочканың бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып, жағып, духовкаға 200 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Бұл булочкалар сіздерге міндетті түрде ұнайды, себебі мен өзім күнделікті сатылымға шығарғандықтан тұрақты клиенттерімде бар. Қыздар, егер менің видеом сіздерге ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздерсе екен, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Қазақша контентті бірге дамытайық. Алдағы уақытта сіздермен әлі де ерекше рецепттермен, оригинал идеялармен және де сатылымға шығарып жүрген мастер-класстарды бөлісетін боламын. Сондықтан арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің каналымда түрлі рецепттер шығады. Бұл жаңа канал болғандықтан сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Булочканы осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздің де балаларыңыздың да көңілінен шығады 100%. Ішінде шоколад болғандықтан, шоколад болмаса да кондитерский магазиндерде шоколадный глазурь бар. Соны қоссаңыздар да өте дәмді болады. Көптеген клиенттер сондай шоколадный глазурьмен жасағанымды ұнатады. Қараңыздар, қандай жұп-жұмсақ қыздар. Сіздерге ұнайтыны анық, мақтадай жұп-жұмсақ. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.